Қайырлы күн достар, менің аты жөнім Әсем Бұхай, мен бала тәрбиесі жөніндегі маманмын. Алдыңғы видеода мен психосоматика нені зерттейді, сол жайында айтқан болатынмын. Енді аурудың психосоматикасы жайында айтайын деп тұрмын. Жалпы аурулардың психосоматикада үш негізгі себебі бар екен. Ең бірінші себебі ол және мақсатсыз өмір, мақсатсыз қыдыру, соның ішінде 5 жылға дейін, 10 жылға дейін, 15 жылға дейін кім болатыныңды, не істейтініңді білмеу, және тағы басқалар мақсатсыз өмір. Одан кейін екінші себебі Алланың заңдылығына қарсы шығу. Алланың заңдылығы дегеніміз не? Алланың заңдылығы дегеніміз хадистегі және мақалалардағы нақыл сөздегі сөздерге, осы сөздерге және қарсы шығу, бұл Алланың заңына қарсы шығу болып табылады екен. Және үшінші себебі ол тұншыққан сезімдер. Бұл тұншыққан сезімдер дегеніміз не? Тұншыққан сезімдер дегеніміз ашу, ыза, кек, наразылық және өкпе-реніш. Осылардың бәрі біздің ағзамызды жәнегі улайды екен. Ал ауру жалпы бұл алдынан бері айтып жүрме, жаман нәрсе емес. Ол ауру дегеніміз Алладан келген бізге белгі, сигнал деп қабылдасақ, аурудың түп тамырын тауып, соны трансформациялап, ауруды біртіндеп жазуға болады екен. Жалпы аурулар жәнегі Алладан келген белгі. Құлым, сен бір нәрсені дұрыс жасамай жатырсың деп бізге осы түйсік арқылы белгі береді екен. Біз оны тыңдамаймыз. Тыңдамағаннан кейін одан да басқа жерлеріміз жәнегі одан сайын асқын бауырады екен. Жәнегі тән арқылы бізге Алла тағала бір нәрсені дұрыс жасамаған кезде бізге белгі беріп отырады екен. Сол сияқты осыған қоса бас ауруын алатын болсақ, көп ауыратын аурулардың түрі бұл бас ауруы. Бас аурудың негізгі 4 себебі бар екен. Сол 4 себебіне тоқтала кетейін. Бірінші себебі бас аурудың ол екіжүзділік. Ол қалай? Қалай екіжүзділік боламыз? Мысалы, бір туысқаныңызды, жаратпайтын туысқаныңызды көрген кезде сіз жәнегідей күліп, жақсы көрмей тұрсаңыз да оған күліп, жәнегі қарым-қатынаста болатын болсаңыз, сөйлесетін болсаңыз, сіздің мына мидың 2 жарты шары бар деп айтақам, ана жол. Сол 2 жарты шары 2 түрлі және бір-біріне қасарысады екен де. Бір жағы мысалы қабылдамай тұрса, екінші жағы өтірік күліп тұрады да, екеуі бір-біріне қарсылық танытып, ми қарсыласады да, жәнегі қысым туындайды екен. Сондықтан бір жағы жаратпай, бір жағы жаңағы өтірік ұят болады деп күлу мақсатында жасаған жәнегі сезімдер екен. Сондықтан бұны қалай шығу жолы? Жәнегі адамдардың бәрін қабылдау керек. Адамдарды қалай бар солай қабылдау керек. Ұнамай ма, ұнамайтындай қабылдау керек. Сөйлескіңіз келмей тұр ма? Жәнегі сөйлескім келмей тұр деп емес, бүгін уақытым жоқ, басқа жолы не тейікші деп. Не болмаса сол адамды не үшін сіз қабылдамайсыз, соны анықтап, себебін шешіп алып, басқалай көзқараспен қарау керек. Екінші себебі бас аурудың өзіңді қабылдамау, өзіңді бағаламау, сынау. Егер де біз өзімізді жақсы көрмейтін болсақ, біз өзгелерді қалай жақсы көреміз? Біріншісінде басқа біреуді қабылдамағаннан бас ауыратын болса, екіншісінде жәнегі өзімізді қабылдамау себебінен болып тұр. Өзімізді сүйе алмай, басқа біреуді сүю, басқа біреуді жақсы көре алмаймыз. Сондықтан бас ауру ол жаман нәрсе емес. Алла тағала сізге құлым, өзіңді сүй, өзіңді жақсы көр деп сізге белгі беріп жатыр екен.
Сол себепті белгіні қабылдап жәнегі бас ауруын сигнал деп қабылдайтын болсақ, бізге әлде қайда жеңіл болады екен. Үшінші себебі, бас аурудың үшінші себебі жәнегі қорқыныш екен. Қорқыныш, бір нәрседен қорқу, бірдеңе бастайық десек қорқу, не болмаса бұрын өткен ситуациядан қорқу біздің алдымызға келіп тұрады. Мысалы, мен осы психосоматикадағы бір әдіспен бөлісейін. Мысалы, осы басыңыздағы, миыңыздағы қорқынышты бір затқа елестетіп, түгелін столдың үстіне ойша түгелін алып столға жинаңыз. Жинағаннан кейін ол не затқа ұқсайды елестетесіз. Ол мүмкін қара тас болуы мүмкін, қара түнек болуы мүмкін. Сол затты елестетіп, жәнегі оған және жоғалып кетуіне және басқа затқа бұл жағымсыз сезім басқа затқа айналып кетсін деп жәнегі не бересіз, бұйрық бересіз. Сол кезде ол басқа нәрсеге айналып жақсы жәнегі бейнеге айналып кетеді. Мүмкін ол бейне гүлге, не көбелекке, не бір әдемі затқа көзіңізді жұмып тұрасыз да осы сөздерді айтасыз. Сонда айналып кетеді. Енді қарасаңыз, ол қорқыныш қайтадан жоқ. Содан ішкі түйсігіңізге рахмет айтасыз. Енді қайтадан елестетіп көрсеңіз, ол мүлдем келмеуі мүмкін. Егер келіп жатса, қайтадан осы әдіс тәсілді қолданасыз. Бас аурудың төртінші себебі ол қорғаныш екен. Сол ситуациядан қорғану мақсатында. Мысалы, бірдеңені қабылдамасақ та, бір жұмысты жасау, мысалы, жұмысымызды қабылдамасақ та, күнде барсақ басымыз ауырады. Не болмаса, ой, басым ауырып кетті ғой деп, мысалы, сылтаурататын болсақ, сол міндетті түрде келесі жолы басыңыз ауырады. Мысалы, біз балалық шағымызда сабақтан қашу мақсатында басымыз ауырды деп мұғалімнен сұранып кететін болсақ, ол келесі жолы сол сабақ болған кезде ол басымыз ауырады. Одан қайта, одан шығу себебі, сабаққа дайындалмай келдік па, келесі жол дайындалып келем деп шындықты айту керек. Не болмаса, қалай бар солай қабылдап, жәнегі негативті ойды позитивке айналдыру. Сонда жәнегі сезім кетеді, бас ауыру кететін болады. Егер де менің ақпаратым ұнаса, маған лайк басыңыздар. Келесі жолы басқа да аурулардың түрлерін айтатын боламын. Рахмет.